Зейнетақы, жәрдемақы, қосымша әлеуметтік төлем бүгіннен бастап қалай өзгергені белгілі болды. Ең жоғары базалық зейнетақы күнкөріс деңгейінің 118%-на жетіп, 60 005 теңге болады. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда зейнетақылар мен мемлекеттік жәрдемақылардың барлық түрі бірден 10%-ға өседі. Зейнетақы мөлшеріндегі өзгерістер. Базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на теңестіріледі. 35 596 теңге. Ең жоғары базалық зейнетақы күнкөріс деңгейінің 118%-на жетіп, 60 005 теңге болады. 2019 жылы зейнетке шыққан 70 жастағы азамат 2025 жылы 171 588 теңге зейнетақы алса, 2026 жылы бұл сома 192 816 теңгеге дейін артады. Базалық зейнетақы 60 005 теңге, ынтымақты зейнетақы 132 811 теңге. Бұл сомаға бірыңғай жинақтық зейнетақы қорының төлемдері кірмейді. Жәрдемақылардағы өзгерістер. 1, 2 және 3 бала туғанда берілетін бір жолғы жәрдемақы 164 350 теңге. 4 және одан да көп бала туған жағдайда 272 475 теңге. Көп балалы отбасыларға арналған ай сайынғы жәрдемақы 4 баласы бар отбасы 69 330 теңге. 10 баласы бар отбасы 173 000 теңге. Мүгедектігі бар азаматтарға арналған жәрдемақы. Бірінші топ 111 872 теңге, екінші топ 89 498 теңге, үшінші топ 61 021 теңге. Қосымша әлеуметтік төлемдер. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін. Асыраушысынан айырылу, еңбекке қабілеттілігінен айырылу бойынша төлемдер де 10%-ға өседі. Бұл төлемдер азаматтың табыс деңгейі мен әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне байланысты есептеледі.